Бұрынғы заманда Македонияда Ескендір патша болыпты. Мәртебені жақсы көреді екен, әрі қызғаншақ болыпты. Өзіне қараған жерін асынып, өзінің қасындағы жақын тұрған халықтармен соғыспаққа ойы кетеді. Соғыс басталды, қан судай ақты, көп халық қырылды, көп қан бекерден бекерге төгілді. Ескендір қасындағы патшаларды жеңіп, олардың жерін, халқын өз патшалығына қосып алады. Сонда да бұған разы болмай, алысырақ жайларға соғыспаққа ойы кетеді. Сөйтіп көп елдерді өзіне қаратады. Атағы барша дүниеге жайлады. Ескендірдің көңілі тасып, тәкаппарлыққа бойы ұсынады. Бұл соғысып қаратқан жайлар тағы да аз көрініп, дүниенің баршасын қаратпаққа ойланады. Ол қисапсыз көп әскер жинап алып, адам білмейтін алыс жайларға сапар шегеді. Бір күні бұл әскермен сусыз үлкен құмға, шөлге тап болады. Бұл жайдың жан жағында адам жоқ, қу дала, қу мекен екен. Алыс жол адам жеңбеген Ескендірді шаршатыпты. Өзі қатты шөлдеп, ішейін десе суы жоқ, өзімен бірге алған суы таусылып, қатты сасады. Сол кезде алыстан жарқырап бір бұлақ көрінеді. Патша қуанғаннан қасына жетіп барса, жіңішке таспадай болып мөп-мөлдір бұлақ ағып жатыр екен. Ол жата қалып бұлақтан су ішіп, сусын қандырады. Бұлақтың суы оған дәмді әрі салқын көрінеді. Мұндай ғажайып бұлақ бір бақытты жайлардан бастап ағады екен. Қазір барып соғысып, сол жайды қаратып алалық деп өзінің әскеріне айғай салады. Ол тұра келіп бұлақты өрлеп жоғары жүреді. Жүріп отырып ақырында Үшмақтың қақпасындай бір қақпаға келіп тіреледі. Қараса жабулы тұр екен. Ашайын деп байқаса қатты жабулы тұр екен. Аша алмапты. Сонда ол қақпаны қағып, аш деп айғай салады. Үшмақтың ішінен бір дауыс: сені мұнда кіргізуге болмайды, бұл есік Құдай тағаланың тұрағына алып барады дейді. Бұл Құдайдың жайы болса, мен жердің патшасымын. Мен адам жеңбеген Ескендірмін. Апырмау, маған да ашпай ма? Деп патша қатты ашуланады. Жоқ, біз бұндай бәрін жеңдім деген адамды білмейміз. Біз өзінің кінәсінен нәпсілерін жеңген адамдарды білеміз. Бұл жай әділ сопыларға тиісті деп жауап қатады. Ескендір бұл белгісіз жайға қанша кірейін деп ұмтылса да, өтініп сұраса да, қорқытса да, дәніңе шықпайды. Қақпа бұрынғыдай жабулы күйімен тұра беріпті. Енді ол ештеңе қыла алмайтынын көріп, қақпаны ашпаған соң, жаңағы Үшмақтың күзетшісінен өтініш жасайды. Сен білесің бе, менің дүниені қаратқан ұлық екенімді, барша халықтың үстінен қарап тұрамын. Баршылары менің алдымда құлдық ұрып, баршылары мені хандардың ханы, патшалардың патшалары деп біледі. Егер де мені өздерінің жайларының ішіне жібергің келмесе, маған тым болмаса, менің мұнда келгенімнің белгісі үшін белгі қылып бір нәрсе бер. Барша халайық адам батып баспаған жайға менің барғанымды біліп, таң қалсын деп өтініш жасайды. Сонда Үшмақтың күзетшісі: алсаң ал, ақылсыз. Мінеки, саған пайдалы нәрсе. Бұл сенің жаныңның қайғы қасіретін жазар. Бұл нәрсеге бір қабат қарасаң, сені бұрынғы ұстаздарыңнан естімеген шындыққа үйретер. Енді өз жөніңмен жүре бер деп, қақпаның ар жағынан шүберекке түйілген бір нәрсені лақтырып тастайды. Ескендір бұл сыйды асығып алып, өзінің әскеріне қайтып келеді. Жаңағы шүберектің ішін ашып қараса, бұл адам сүйегінің жарықшағы екен. Бұған ол аң-таң қалып, патшаларды жеңгіштерінің қандай сыймен сыйлады екен. Менің бұндай бейнет жегіп келгеніме бұндай сый лайық па деп қатты ашуланады. Кісінің сүйегінің болымсыз жарықшағына ашуланып лақтырып жібереді. Ескендірдің әскерінің ішінде бір данышпан адам бар еді. Бұл ұлық патшамыз, бұл сыйды жек көрмеңіз. Сүйектің бұл жарықшағы қанша кішкене болып көрінсе де, ғажайып кереметі бар. Сіз бұны қазір көресіз, бірақ бұны алтын я күміспен бірге таразыға тартып көру керек дейді. Ескендір данышпанның сөзін тыңдап, оның айтқанынша бәрін жасайды. Таразыны алып келіп,
бір жағына сүйектің жарықшағын салып, бір басына бір кесек сом алтын салады. Сом алтыны кісінің сүйегінің жарықшағынан жеңіл боп шығады. Патша бұны көріп аң-таң болады. Алтынды тағы да қосады. Тағы да сүйек одан ауыр боп шығады. Күміс салып еді, тағы да солай болды. Енді таразының екінші жағына барлық ауыр нәрселерді салып көреді. Барлық әскерінің қару жарағын да салады. Ақырында Ескендір шыдай алмай, өзінің айбалтасын да жаңағы нәрселермен бірге салады. Енді менің айбалтам басар деп ойлайды. Мұның айбалтасы да, қару жарақ та, алтын да сүйектің жарықшағын жеңіп шалмайды. Ғажайып деп Ескендір айқай салады. Сүйектің мұндай жарықшағы мұншалықты ауыр нәрселерді басады екен. Апырмау, бұл сүйекті басатұғын бұл дүниеде амал бар ма екен дейді. Жаңағы данышпан, патшам бар деп жауап қатады. Сол жерде бір уыс топырақты алып, сүйектің жарықшағының үстіне салып еді, таразының сүйек тұрған басы жоғары көтеріліп, алтын қару жарақ тұрған басы төмен түседі. Ескендір бұрынғысынан да қайран болып аң-таң қалады. Сонда данышпан, ұлық патшам, бұл сүйек кісінің тірі күнінде көзі тұратын сүйек дейді. Кісінің көзі үлкен емес. Сонда да оны қызған шақтығының баршасын билесем екен деп ойлайтұғын нәпсінің мөлшері өте үлкен дейді. Жан жағында қызықты нәрселерді көп көрген сайын мұның бәрін алғысы келіп тілей береді. Қашан ажалы келгенше, кісінің топырақ жапқанша тоймайтындығын мешкейлікте, қисапсыз мәртебені жақсы көретіндігі да тоқталып, ақыры тамам болады. Ескендір ойланып тұра қалады. Данышпанның сөзі бұны ұялтады. Мұның барша соғысып қаратқанның бәрі тірі күнінде разы қыла алмайтындығы, әрі өлгеннен кейін өзіне ешбір керегі жоқ екендігін түсінеді. Мұнан соң өзінің әскеріне қайт деп бұйрық қылыпты деген бір аңыз бар екен.